Бүгін біз челнокқа жіпті қалай орау керек, қалай сабақтау керек, қалай майлау керек. Сол моменттерді қарастырайық. Барлық машинкалар, промышленный машинкалар бір-біріне ұқсайды. Тек қана айырмашылықтары қосымша свет болуы мүмкін, жаңағы жіпті кесетіні болуы мүмкін. Менікі классический джуки. Қазір түсіндірем. Строчкасын қараңыз. 5 миллиметрге дейін тіге алады екен. Машинкалерде тұрады, мына жерде ағылшынша пресс деген сөз бар. Прессті басып, жіптің ұзындығын реттеуге болады. Қараңыздар. А мен мынаны басамда өзіме керек ұзындықты таңдаймын. Енді мына жағына қарасақ, көптеген машинкалерде жіпті орайтын қазіргі джектерде, болмаса басқа бір тупикл үстінде бар. Менің машинамда классический мына оң жағында. Қараңыз. Шпулька. Шамалы жіп орап жібердім. Кіргіздім жіп орайтынға. Қараңыз. Ол өтіп тұр менде. Мына екі домалақ диск тұр. Көрдіңіз ғой? Бұны заводской өзі айналып тұрғанымен тұра берсін. Мысалы, сіз сатып алған кезде тексересіз ғой? Қараңыз. Мына. Осылай өткіздірем ішінен. Міне жоғарғы жақтағы қазір жібімді көрсем, міне өтті. Енді мен бастым. Шпулькамды итерем. Қараңызшы, өзінің дауысы шығады. Түсіндік қой? Міне. Дәл осы көп машинаның үстінде де тұрады. Ешқандай айырмашылығы жоқ. Міне мен оны бастым. Жібім менде мына жоғарғы жақта қарасаңыз, міне тұр. Мына жіпті мен айналдыра алып келдім. Енді бұл машинада машинаны қосу кнопкасы мына қызыл кнопка. Мен басып дайындап қойдым оны. Көптеген машинкалерде ол әртүрлі. Осы жерде тұрады. Біз қарастырамыз осы менің машинаммен. Енді бұл промышленный машиналарда жіпті шпулькаға айналдырғанда, мына инеге сабақтаулы тұрған жіпті мен былай алып тастаймын шамалы. Өйткені қазір мына верхний натяжитель, жоғарғы жіп тартатын мына темір, ол қозғала бастайды. Сол кезде мына жіп шашақталып қалуы мүмкін. Сондықтан да мен оны уақытша былай алып тастаймын. Мына көрдіңіз ғой? Мына жерден алып тастадым. Жоғарғы жіп беретін жерден. Енді лапка бұл машинкалерде көтеріледі мына тіземен. Мына қараңыз. Тіземен. Қараңыз. Лапка көтеріледі. Мына педаль жүру үшін. Қазір сіздерге көрсетейін. Қараңыз. Мен мына лапканы механически көтеріп қоям. Мына жерде кнопкасы бар. Көтердім. Енді пайдаланбаймын. Тіземен көтеретінді. Қазір аяқпен тек қана педальді басам. Педальді басқанда менде челногым орала бастайды. Қараңыз. Так, жақындайын. Міне.
жібім де айнала бастайды. Машинадағы тігетін ине ол да көтеріліп тіге бастайды. Көрдіңіз ғой? Және жібім де оралып жатыр. Мысалға, бұнда ешқандай кнопка жоқ, бұны жүргіздірмеуге. Промышленный машиналарда осылай болады. Жіп оралып жатыр, екі жақта. То есть бір жақта оралып жатыр, бір жақта ине жүріп жатыр. Сондықтан да мен лапкасын көтеріп қойдым. Толды. Осылай шпульканы толтырып аламыз. Енді жіпті қалай сабақтау керекпіз? Мына жердегі жіптерді алып тастаймын, жаңадан көрсету үшін. Сабақтау үшін мен мынандай пинцетті пайдаланамын. Бірінші, мына жоғарғы жіпті жоғары ұстап тұратын арнайы өткізетін жерінен өткіздіремін. Міне ең бірінші. Сіз өз машинаңызда қараңыз. Негізінде сатып алған кезде көрсетіледі. Соны бірнеше рет жаттығып қарап алуға болады. Міне. Вот мына жерде видеоны жақындатайын. Қараңыз. Мынау жіптің натяжителі. Бос болып кетсе, осыны біз бостығын азайту үшін оңға бұрап жатамыз. Жіптің бостығын босату үшін солға бұрап жатамыз. Қараңыз, осы екі ортада, мінекей мына екі орта, мына дискке кіргіздім. Кіргізгеннен кейін мына темірді көріп тұрсыз ба, кішкентай ғана? Давайте мен қазір видеомен тағы жақындатайын. Мінекей. Мына темір, қараңыз. Бірінші осы дисктің ішіне кірдім. Міне. Сосын осы кішкентай темірге ілдім. Қараңыз. Түсіндік қой? Міне. Бірінші дискке кірдім. Кірдім де мына темірге ілдім. Түсіндіге? Осы темірге ілгеннен кейін, қараңыз, мына астыңғы мына темірге ілдім. Сонда қараңыз, диск 1, жұқа темірі 2, қалыңдауы 3, және қазір көрсетем. Бұл жерде пинцет керек. Және мына 4-шіге кіргізем. Сонда 1, 2, 3, 4. Енді біз кіргізе аламыз. Мына жоғарғы жіпті беріп тұратын. Бақадыңыз ғой? Мына темір, ол адам басы еңкейгенде, мынау адамға тиіп кетпес үшін. Техника безопасности. Қараңыз, мына кіргіздім. Осыған. Былай қарағанда ол көрінбей тұрады. Сосын келесі темір. Міне.
келесі өткізетінім көтереміз. Енді бұл машинкалерде кейбір лапкілерде мынандай темір тұрады. Ол темір не үшін? Ол темір техника безопасности, да, саусақ кіріп кетпес үшін фабричный мынандай темірмен келеді. Көбісі бұны алып тастап жатады. Сіз оны өзіңіз білесіз, да? Магазиннен барып, бұған лапка сатып алуға болады. Осындай защитный темірсіз. Инені сабақтаймыз мына солдан оңға қарай. Сол жақтан оңға қарай. Оны пинцетпен сабақтаған дұрыс болады. Қазір мен көзім көрсе, оп, міне кірді. Жіпті лапканы астына қойып шығарып қоямын. Егер де сіздің машинада өзінің лампочкасы болмаса, мынандай лампочкалар магазинде сатылады. Қараңызшы, мынау магнит. Магнит темірге жабыса береді. Сіз оны өзіңізге ыңғайлы қылып, машинаны жоғарғы жағына қоясыз ба магнитпен, былай қоясыз ба, мына жағына қойып қоясыз ба. Өзіңізге ыңғайлы қылып, бұны магнитін қыстырып қоюға болады, және светті өзіңізге ыңғайлы қылып, былай қосып қоюға болады. Жарықтығын. Тіпті екеуін де қосып қоюға болады. Ол енді қосымша сатып алатын нәрсе. Енді астындағы жіпті қалай ауыстырамыз? Асты, мысалы мен мына жоғарғы пластинаны ашпаймын, өйткені ол өте қатты ауыр. Мен аламын астыңғы жағынан. Қазір көрсетемін сіздерге. Камерамен. Мені қараңыз. Мына жағында қараңыз. Осыны шығардым. Мына. Ішіне шпульканы, оралған шпульканы саламын да. Мына жерде көрдіңіз ғой? Мына жол тұр. Осы жол арқылы кіргізіп жіберіп, мұны шығара аласыз осылай. Мінекей жібі шықты. Салғаннан кейін осындай дыбыс болған дұрыс. Енді астыңғы жіпті шығарып аламын. Болашақ тігетін матадан матаны алып, тексеремін, тігіс ұнайма ма, ұнамай ма. Лапкасын түсіремін. Енді лапканы тіземен көтеріп отырам. Бұл көтеретін рычагты пайдаланбаймын. Қараңыз. Артқа қайтару, мына рычагты басасыз, қараңыз. Бұл машиналардың скорості бар. Мысалы, сіз болашақта тез тігіп үйреніп кетсеңіз, бұған сіз жылдамдық қоса аласыз. Мына. Жіп лапканың астында тұрған дұрыс болады. Тексересіз, ұнай ма сізге тігісі.
ұзындығы ұнай ма? Енді бұл машинкалерде, мысалға мына менің машинкамда жоғарғы жақта мынадай бір кішкентай терезесі бар. Осы терезеде мені тігіп жатқанда майым шашырап тұрады. Егер де онша шашырамаса, мен май құйып жіберемін. Қараңыз, майды тексеру үшін мен ашамын, итеремін артқа қарай, мына басын. Басын ұстап тұратын ар жағында өзінің арнайы темірі бар. Қараймын. Өзі жазылып тұр. Мінекей. Менде енді мінекей ортасында тұр екен, әзірше май жеткілікті. Егер де бір жылдан кейін мен майын ауыстыратын болсам, әр машинаның өзінің осындай арнайы құралдары бар. Сіз мына тұрған, көрдіңіз ғой, үлкен гайка тұр. Соны сіз бұрап аласыз, үлкен болтикті бұрап аласыз да. Астына бутылка қойып, майын ағыздырып алуға болады. Болмаса сіз машинаны басқа жаққа көшіргіңіз келеді. Сол кезде майы төгіліп қалмас үшін осылай майын ауыстыруға болады. Енді инені. Бұл машинаның инелері сіз арнайы сатып алғанда қарайсыз, қараңыз. Айналдыра домалақ. Бұл арнайы промышленный машинаның инелері. Мен жаңа айттым ғой, солдан оңға қарай сабақтағанда, көрдіңіз ғой, мынадай несі бар. Арнайы канавка дейді. Я болмаса мінекей. Мына иненің бойында мынандай жол тұр. Осы жол сол жағына қарап тұрады. Өйткені осы жолдың бойымен жіп зырғанап тіге бастайды. Инелер әртүрлі. Жұқасы бар, қалыны бар. Стандартный 80. Универсальный 80-дік ине алып қойсаңыздар запаскамен, ол сіздерге керек болып қалады. Бірақ жұқа маталарға біз жұқа жіпке де алып атамыз. Универсальный жіп ол барлық машинаға жарайды. Жіп инені ауыстыру үшін мына жерде бізде мінекей астында мына арнайы болтикті солға қарай бұрайсыз да, инесін аласыз. Түсіндік қой? Инені солай ауыстырамыз. Енді бізде мына лапкілер бар. Лапка. Лапкілерде неше түрлі. Замоктың лапкасы бөлек, односторонний лапка бөлек, жиыратын лапка бар. Лапкалардың обзорын мен арнайы көрсетемін. Ал қазір ол лапканы қалай ауыстыру керек, тек қана сол жерін көрсетіп жіберейін. Міне. Мына жағында бізде болтик тұр. Міне. Мен бұны солға қарай бұраймын да, лапкам түсе қояды. Орнына басқа лапканы қойып, оңға қарай бұрап тексеремін. Сұрақтар болса жазыңыз, жауап беремін.